Шындықты айтқандардың аузын тігіп, билік біздің тым кетті құрып шіріп, депутат министрде күнде жиын, халқым деп кино қояды өтірік күйіп. Қоғам біздің шіріді, сенерің жоқ, белсенділікке келерімнің себебі көп, жазықсыздар сотталып халық үшін, айта берсем сөзімнің дәйегі көп. Ана бала этаждан кеп секіреді, халықты менсінбей әкім жекіреді. Ана бала мәселесін шеше алмай, ресторанда шампан ішіп кекіреді. Айта берсем, өлеңім аяқталмас, шындықтар ашылады жерде қалмас. Біз сияқты белсенділер көбейеді, көтерілісте болады тағы жалғас. Құрметті қазақ елі, ағайындар, қазіргі біз өмір сүріп жатқан кезең, бұл тарихи кезең. Қазір әлемдік геосаясат өзгеру алдында тұрмыз. Орыс басқыншылары Украин халқының тәуелсіздігіне қауіп төндіріп, соғыс ашып жатыр. Украин бейбіт халқы орны толмас зардап шегіп жатыр. Бұл соғыс жалғыз Украин мен орыстың соғысы емес, бұл демократия мен диктатураның соғысы болып есептеледі. Бұл соғыстың әсері қазақ еліне де үлкен маңызы бар. Қазір диктаторлар мен диктаторлар бірігіп жатыр. Дамыған демократиялы елдер де бір-бірімен бірігіп, Украин еліне бір жұдырықтай көмек беріп жатыр. Біздің елімізді қазір диктаторлар басқарып отыр. Елімізде диктатураға қарсы азаматтық қоғам құрылуда. Оған дәлел тіркелмеген Атажұрт партиясы мен Алға Қазақстан партиясы құрылуда. Диктатураға қарсы болып, демократияны алға тартып, аққа жақ болып, қараға қарсы болып, яғни қан төгіске қарсы болып, біздің билікке сыни пікір айтып, өз ойын ашық айтқан қаншама азаматтарымыз саяси қудалау көріп, қаншама ұлт жанашырлары саяси тұтқын болып, тар қапаста қорлық көріп, азапталып жатыр қазір. Оны өздеріңізде көріп жүрген боларсыздар. Аққа жақ болып, елімізде заң салтанат құрған әділетті, демократиялық, зайырлы, тәуелсіз мемлекет құруға, ұрпағымыздың болашағы жарқын болуына ат салысыңыздар ағайын. Қатарымызға қосылсаңыздар да болады. Ашыққа шығып, өз ойларыңызды қорықпай айтыңыздар. Ашыққа шығудан халқымызға қарсы жұмыс жасап жатқан полиция қызметкерлері және биліктің четушкалары ғана қорқады. Оған дәлел, олар үнемі беттерін тұмшалап жауып жүреді. Ойларын ашық айтып жүрген белсенділерді заңсыз ұстап, үйлерінен, көшеден ұстап алып кетіп жатыр. Оны бәріңіз әлеуметтік желіден көріп те отырған боларсыздар. Полиция қызметкерлері диктаторлардың өмірін ұзартуға барынша жұмыс жасап жатыр қазір. Басшыларынан қылмыстық бұйрық алып, соны орындап жүр. Қазіргі таңда олар өздеріне жауапкершілік болмайтынын сезіп, осындай қылмыстық бұйрықтарды орындап жүр. Қазіргі таңда белсенділердің қорғану құралы ол біздің қолымыздағы телефонымыз. Осындай заңсыздықтарға тап болсаңыздар, үйіңізге келіп, заңсыз неше түрлі сылтау айтып, тиіскен жағдайда полиция қызметкерлерін тікелей эфирге түсіріп, әлеуметтік желіге таратып жіберіңіздер. Бұның бәрі болашақта, тарихта дәлел болып жазылып қалады. Халыққа қарсы жұмыс жасап жатқан полиция қызметкерлері өздерінің бала-шағасына болашақта үлкен зиян тигізетін болады. Халыққа қарсы жұмыс жасаған қара беттердің, ұлт сатқындарының балалары, ұрпақтары деген атаққа ие болады болашақта. Бұлардың болашақта балалары, тұқымдары жоғарғы оқу орындарына түсе алмайтын болады, шетелдерге шыға алмайтын болады. Олар тек қара жұмыс қана жасайтын болады. Ұрпақтары өздерінің әкелерін өмірінің соңына дейін қаралап, лағнет айтып, қарғап өтетін жағдайға жететін болады. Біздің елімізде 80-нен астам саяси тұтқын бар. Олар түрмеде неше түрлі қысым көріп, азапталып жатыр қазір. Оны ашық әлеуметтік желіде де көрсетіп жатыр. Айналайын қазағым, халқым, өз батырларыңызды өздеріңіз қорғап алмасаңыздар, оларды сырттан келіп ешкім қорғап бермейді. Біз батырдың ұрпақтарымыз деп құр қаңылтыр кеудені қаққанша, одан да тірі батырларыңызды қолдаңыздар. Саяси тұтқын ел жанашырларының соттарына қатысыңыздар. Мысалы,
12 ақпан сағат 10:30-да Қонаев қаласында Абай көшесі 5-ші үйде тәуелсіз журналист Думан Мұхамедкәрімнің қылмыстық ісі бойынша алдын ала тыңдау соты өтеді. Думанға барып, сотына қатысып, демеу болып, қолдау көрсетіңіздер ағайын. Өлі батырларыңызды айтып жылағанша, тірі батырларыңызға қолдау көрсетіңіздер. Және де Әйгерім Тілеужан жатқан женский колонияға звондап, Әйгерімнің қайта жағдайын сұрап біліп тұрыңыздар. Бұл менің жеке ойым, жеке көзқарасым. Құрметпен, Серікбаева Гүлназ.